Көп адам тромб дегенді тек инфаркт немесе инсульт болғанда ғана естиді. Ал шын мәнінде тромб күндер, айлар, тіпті жылдар бойы үнсіз дамитын қауіп. Бүгін сізге тромбтың неге пайда болатынын, алғашқы белгілерін және ең бастысы одан қалай сақтануға болатынын қарапайым тілмен түсіндіремін. Тромб дегеніміз не? Тромб тамырдың ішінде пайда болатын қан үйіндісі. Ол қанның еркін ағып жүруіне кедергі келтіреді. Нәтижесінде ағзаның белгілі бір бөлігі оттегімен қоректік затты ала алмай қалады. Егер тромб жүрекке барса инфаркт, миға барса инсульт, өкпеге барса өкпе тромбоэмболиясы болады. Бұл жағдайлар өлімге дейін апаруы мүмкін. Енді ең маңызды сұраққа көшейік. Тромб неге пайда болады? Бірінші себеп қозғалыстың аздығы, күні бойы отырып жұмыс істеу, ұзақ уақыт көлікпен жүру, немесе операциядан кейін көп жатып қалу қанның аяқта тоқырауына әкеледі. Қан тоқыраған жерде тромб түзілуі оңай. Екінші себеп қанның қоюлануы, суды аз ішу, кофе мен энергетикті көп қолдану, дененің сусыздануы қанды қоюлатады. Қою қан тез ұйыды. Үшінші себеп қан тамырларының зақымдануы, жарақат, операция, варикоз, тамырға салынған катетер, тамыр қабырғасын бүлдіреді. Ағза оны жамау үшін тромб түзеді. Төртінші себеп артық салмақ. Салмақ артқан сайын аяқтағы тамырларға түсетін қысым күшейеді. Бұл қан айналымын баяулатып тромб қаупін арттырады. Бесінші себеп темекі шегу. Никотин тамырды тарылтады, қанды қоюлатады және тромбтың пайда болуын жылдамдатады. Алтыншы себеп гормоналды өзгерістер. Жүктілік кезінде гормоналды дәрілерді қабылдағанда қанның ұю қабілеті артады. Сондықтан бұл кезеңдерде тромб қаупі жоғары болады. Жетінші себеп созылмалы аурулар. Қан диабеті, гипертония, атеросклероз, жүрек қан тамыр аурулары тамырды зақымдап тромбтың пайда болуына жағдай жасайды. Сегізінші себеп жас ұлғаюы. 40 жастан кейін тамырлардың серпімділігі азаяды. Ал 60 жастан кейін тромб қаупі бірнеше есе артады. Енді тромбтың алғашқы белгілеріне тоқталайық. Аяқтың бір жақты ауруы, ісінуі, балтырдың тартылуы, терінің қызаруы немесе жылып кетуі тромбтың алғашқы белгілері болуы мүмкін. Қан ұйыған жерде қаттылау сезім байқалады. Ал егер тромб өкпеге жетсе, мынадай белгілер пайда болады. Кеуде тұсының ауруы, тыныстың қысқаруы, жөтел, әлсіздік, бас айналу. Бұл кезде уақыт жоғалтпай жедел жәрдем шақыру керек. Енді ең маңызды бөлім алдын алу. Тромбтың алдын алу өте қарапайым, бірақ тұрақты әдеттерді қажет етеді. Күніне кем дегенде 1,5-2 литр су ішу керек. Ұзақ отырсаңыз, әр сағат сайын орныңыздан тұрып, аздап жүріп келіңіз. Күнделікті 20-30 минут жаяу жүру тамырлар үшін өте пайдалы. Артық салмақты бақылау, дұрыс тамақтану, көкөніс пен омега-3-ге бай тағамдарды көбейту маңызды. Темекі мен алкогольден бас тарту тромб қаупін айтарлықтай төмендетеді. Егер сіз гормоналды дәрі ішсеңіз, немесе қауіп тобында болсаңыз, дәрігердің кеңесінсіз ешқандай дәрі қабылдамаңыз. Қорытындылай келе айтарым, тромб бір күнде пайда болмайды. Ол өмір салтының нәтижесі. Өз денсаулығыңызға бүгін мән берсеңіз, ертең өзіңізді үлкен қауіптен
сақтап қаласыз. Егер бұл ақпарат пайдалы болса, видеоны сақтап қойыңыз. Жақындарыңызбен бөлісіңіз. Және арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Денсаулығыңыз өзіңіз үшін де, жақындарыңыз үшін де ең үлкен байлық.